Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақтың дастарханы. Бүгінгі сабақтың оқу мақсатымен таныс болайық. Әлеуметтік, мәдени, ресми, іскери тақырыптарға байланысты диалог монологтерді көтерілген мәселені талдау, үстеудің мағыналық түрлерін ажырату, синонимдік қатарларын түрленіп қолдану. Оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын мына бейнеүзекке назар аударайық. Қонақ келсе есікке жүгіріп шық кешікпе. Қарсы алмасаң қонақты, кесір болар несіпке дегенді естіп өскен қазақ баласы үшін қонақтың орны ерекше. Оны қадырдай атамыз, жеткізе айтқан ақын азау. Өзінің қазақ және қонақ деген өлеңінде қонақсыз, той-думансыз өткен өмірге саналмайды қазақ үшін. О бастан жомарт қазақ топырағы, ол қашан дастархансыз тоқырады. Мейманға нәрін беріп, барын беріп, қонақтан қалғанын жеп отырады деген екен. Қазақ отбасына тән абзал қасиеттердің бірі ежелден бері келе жатқан қонақ жайлылық. Қонақ болу үшін оның таныс болуы, діндес, теңдес болуы шарт емес. Әрбір жолаушы кез келген қазақ үйінде қонақасыны бөлінбеген еншім деп талап етуге еркі болған. Қонақасыны бөлінбеген енші деудің өзі қазақ арасына кең тарап, дәстүрге айналып қалыптасқан халық жоралғысы екенін көрсетеді. Бұл дәстүрдің шығу тегі аңыз Алашқа апарып тірейді. Алаш қартайған кезінде қолындағы бар малды 4-ке бөліп, 3 бөлікті 3 баласына, ұлы, орта және кіші жүзге берген екен. Ал өзінде қалған 4-ші бөлікті қонақ сыбағасы болсын деп 3-інің ортақ меншігіне қосыпты. Сондықтан аңыз бойынша әр жолаушыға қандай қазақ болсын тегін тамақ, жылы орын және тағы басқа қамқорлықтар жасап тұруға міндетті болса керек. Қазақ қырықтың бірі қыдыр дейді. Мұнысы қонақты қума, оның шарапаты тиеді. Бірінен болмаса екіншісіне құт келеді деп есептегендіктен, қонақты қуа берсен құт қашады деуде содан. Қонақ болып отырған адам өзінің жауы болса да, үй иесі өз үйінде оған және басқаға да қиянат жасатпайды. Өз үйінде таудай дауынды айтпа деген қағида да осыдан қалған. Әдетте, жолаушы қонағы келіп қалғанда бөтен ауылдың ең тәуір деген үйіне, яғни біреуден қысылмайтын бай үйіне түседі. Сондықтан да қонақ таңдап қонады дейді халық. Түскенше қонақ үй алады демекші, қонған қонақты күту міндеті үй иесіне түседі. Жаздыгүні қонаққа ем болмағанда марқа сойылса, қыстыгүні соғым етінен тартылған мүшел табаққа риза болады. Қазақ халқы қонақ күтуді де, қонақ болып қыдыруды да жақсы көрген. Сондықтан халық мәтелі асың барда ел таны, желіп жүріп деп, ер азаматқа үйінде отыра бермей ел көр, жер көр, көппен аралас деп кеңес бергендей сынай білдіреді. Бала жасынан осындай рухта тәрбиеленген жас жеткіншектер ер жеткенде сол ғұрыпты берік ұстап, әр уақытта көргенділікпен ел аузына ілігуге тырысатын. Қазақ отбасында балалар жастайынан қонақ жайлылыққа тәрбиеленеді. Өйткені халық дәстүрі бойынша қонақасы берілген соң қонақтан әңгіме сұрайды. Өнер болса ән салғызып, күй тартқызады. Қонақ әңгімесіне балалар әрқашан құмар болады. Қонақ жайлылық адамның келген қонаққа деген ілтипат пен ізетпен қарауы. Әр ұлтта өз мәдениетіне сай әртүрлі әдеп ғұрыппен сипатталады. Қазақ халқының бойындағы кеңдік пен дархандық, жомарттық қасиеттері елден ерекше қонақ жайлық дәстүрінен айқын көрінеді. Қонаққа лайықты құрмет көрсету, қабақ шытпай қарсы алып, үйіндегі барын дастарханға қойып күту ежелден қалыптасқан дәстүр. Бұл тұрғыда қонақты құдайындай күту әр шаңырақтың парызы саналады. Қонақ жайлық қазақ халқының ұлттық салт дәстүрінің бірі. Сонымен қатар адамдар арасындағы сыйластықты, бір-біріне деген құрметті, қамқорлықты білдіретін, кісінің адамгершілігін, имандылығын айқындайтын қасиет. Қазақ халқының қонақжайлық қасиеті мен дәстүрі шетелдік саяхатшылар мен ғалымдарды әр уақытта таң қалдырған. Қонақжайлық қазақтардың ежелгі қасиеті. Бұл жөнінде 19 ғасырдың аяқ кезінде Ресей зерттеушісі Виктор фон Герн былай деп жазған болатын. Жалпы алғанда қазақтар осы уақытқа дейін жылы жүзділігімен, қайырымды ақ көңілдігімен және қонақжайлылық қасиетімен таңғалдырады. Мұның өзі олардың сүйегіне ежелден сініп кеткен керемет асыл қасиет деген екен.
Бұрынғы кездері жолаушылап жүрген адамдар ел ішіндегі соңғы жаңалықтарды таратып, туысқандары мен таныстарының хабарын айтып, ауыл мен ауылдың арасына байланыс орнатып отырған. Үй иесі қонақты бар ықыласымен жақсылап шығарып салып, жақсы тілектер айтып, жолына сарқыт беріп жіберетін болған. Қонақты сыйлау әрі құрметтеу дала дәстүріндегі жоғары мәдениетті көрсетеді. Бұрынғы кездегі салт дәстүр бойынша үйге беттеп келе жатқан қонақты байқаған үй иесі жолаушының жас шамасымен орнына қарай алдынан өзі шыққан немесе үлкен балаларын шығарған. Олар киіз үйге жетпей ат байлар белдеу қасында қонақты күтіп аттан түсуіне көмектесіп үйге ертіп кірген. Адам болар бала қонаққа үйір деп халық тегін айтпаған. Өйткені әр қонақтан естіген жаңалықтарын есіне сақтай білген, жастың өмірді білуі, түсінуі кеңейіп, дүниеге көзқарасы қалыптасады. Көптеген ақыл сөздерді, пайдалы кеңестерді үйренумен бірге жаманшылықтан жиренуге де ден қояды. Олай болса, қонақжайлылықтың тәрбиелік мәні аз емес. Оқушылар, кітаптарыңызда берілген оқылым мәтінін оқып, стильдік ерекшелігіне мән беріңдер. Мәтінді оқып болсаңыздар, сұрақтарға жауап берейік. Дәм татырудың қандай мәні мағынасы бар? Ғасырлар бойы санаға сіңген салт дегенді қалай түсінесіңдер? Тілдік бағдар. Мақсат түстеулері қимыл әрекеттің болу мақсатын білдіріп, не мақсатпен деген сұраққа жауап береді. Мақсат түстеуге жататын сөздер көп емес. Олар әдейі, жорта, қасақана, әдейілеп және тағы да басқа. Артық болмас білгенің айдары. Ерулік. Ерулік дәстүрлі халықтық жоралғының жарқын үлгісі. Жаңадан көшіп келген, жапсарлас қонған отбасына бұрыннан отырған көршілері қонағасы беріп, ықылас пейіл білдіреді. Ерулік беру арқылы ауыл тұрғындары жаңа көршілерін өздеріне етене жақындастыруды, бөтен сіретпеуді де көздейді. Ерулік қысқы соғымның сүбелі мүшелерінен пісіріледі, немесе қой сойылып шақырылады. Ізденімдік тапсырма. Артық болмас білгенің мәтінін негізге ала отырып, қонағасы сыбаға дәстүрлеріне анықтама беріңдер. Деңгейлік тапсырмаларды мұқият орындаймыз. Бірінші деңгей. Мәтіндердегі ақпараттарды негізге алып, мақсат түстеулерімен 4 сөйлем жазыңдар. Екінші деңгей. Мәтіндердегі негізгі ойды білдіретін мақал-мәтелдер тауып жазып, мағынасын түсіндіріңдер. Үшінші деңгей. Қазақтың дастарқаны тақырыбында ой толғау жазыңдар. Жағдаяттық тапсырма. Үйде үлкендер жоқта, аяқ астынан алыстан қонақтар келді делік. Қонақтарды қалай қарсы алып, қалай күтесіңдер? Үйге тапсырма. Дастарқанға берілетін бата түрлерін жазып, жаттап алыңдар. Оқушылар, сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.